Түн ортасы. Айналада өлі тыныштық. Тек сағат тықылы ғана естіледі. Айдан түскен бозғылт жарық терезеден бөлмеге ғана түсіп тұр. Айнұр жалғыз өзі жатақханадағы бөлмесінде сабаққа дайындалып отырды. Құрбылары ауылға кетті. Ал ол қалуды шешті. Кенет есік сықыр етіп ашылғандай болды. Ол жалт қарады. Бірақ ешкім жоқ. Бәлкім жел шығар деп қайта дәптеріне үңілді. Бірақ жүрегі дүрсілдеп, бір нәрсе дұрыс емес екенін сезді. Бірнеше минуттан соң қайтадан сықыр естілді. Бұл жолы жақыннан, айна жақтан. Айнұр ақырын басын айнаға қарады. Өзін ғана көруі керек болады. Бірақ артында тұрған бір бейнені көрді. Айнұр шошып артына жалт қарады. Бірақ ол шетте ешкім болмады. Қайтадан айнаға қараса, әлгі бейне әлі де тұр. Бірақ бұл жолы ол қозғалып кетіп жатырды. Ол осында, деді айна ішінен шыққан күбір. Айнұрдың даусы шықпай, денесі мұздап, орнында қатып қалды. Айнадағы бейне қазірдің өзінде айна шегінен шығып кете жатқандай. Сол түні жатақхананың күзетшісі біртүрлі суық леп сезіп, Айнұрдың бөлмесін тексерді. Іште ешкім болған жоқ. Тек үстел үстінде ашық қалған дәптердегі соңғы сөйлем ғана қалды. Ол осында.